Жан-жақтарыңа қарасаңдар, шайды алып келген кім? Ойлансаңдар. Түнде Күлпәштің үйіне кірген жігіт қайта шықпады. Ауылдағы ең қорқынышты құпия Зузу Күлпәш. Күлпәштің айнасын көрген адамдар жоғала бастады. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, маған 1000 подписчик жинауға көмектесіңіздер. Алда сіздерді өте қызықты, қорқынышты және сапалы видеолар күтіп тұр. Қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ауылдың шетінде ескі, қисайған бір үй болатын. Ол үйде жалғыз өзі Күлпәш әжей тұратын. Ауыл адамдары оны Зузу Күлпәш деп атайтын. Себебі түн болғанда оның үйіне біртүрлі Зузу деген дыбыс шығатын. Кешке қарай ешкім ол жаққа бармайтын. Балалар қорқатын. Бір күні ауылға Арман деген студент бала келді. Ол ескі аңыздарға сенбейтін. Достарына қорқатын ештеңе жоқ, әдейі адамдар үркітіп жүрген шығар, дейді. Сол түні Арман камерасын алып Күлпәштің үйіне барады. Үйдің іші қараңғы, терезеден әлсіз шам жанып тұр. Есікті ақырын итеріп еді, өзінен өзі сықырлап ашылды. Іштен баяу дауыс шықты. Кім жүр? Арман камерасын қосып, сәлеметсіз бе? Мен жай ғана видео түсіруге келдім деді. Бірақ жауап болмады. Сол сәтте үйдің терең жағынан баяу Зузу деген дыбыс естілді. Арман жүрегі дүрсілдеп дыбыс шыққан жаққа барды. Бөлменің бұрышында ескі айна тұр екен. Айна шам басқан, бірақ ішінде біреу қозғалғандай көрінді. Арман жақындағанда айнадағы адам кешігіп қимылдады. Ол Арманның өзі емес еді. Арман қорқып артқа шегінді, бірақ айнадағы бейне күлімсіреп тұра берді. Кенет жарық өшіп қалды. Үй іші тас қараңғы. Сол кезде құлағына сыбыр естілді. Кет, әйтпесе ол сені көреді. Арман артына жалт қарайды. Ешкім жоқ. Телефонның жарығын жаққанда қабырғада ұзын тырналған іздер көрінді. Бір сөз жазылып тұр. Айнаға қарама. Сол сәтте арт жағынан кемпірдің қарлыңқы күлкісі естілді. Бәрі кеш. Арман бұрылып еді. Есік алдында Күлпәш тұр. Бірақ оның көзі әппақ еді. Келесі күні Арман ауылда Күлпәш туралы сұрастырды. Қарттардың бірі сыбырлап, бұрын ол ондай емес еді. Күйеуі жоғалғаннан кейін өзгерді дейді. Қалай жоғалды? Бір түні ізім ғайым жоқ болды. Сосын ауылда адамдар жоғала бастады. Арман архивтен ескі суреттер табады. Суретте Күлпәш жас кезінде күліп тұр. Бірақ артында тұрған адамның беті қара бояумен сызылып тасталған. Артқы жағында бір сөйлем жазылыпты. Ол айнадан шықты. Арман сол түні тағы да Күлпәштің үйіне барды. Бұл жолы үй бос сияқты. Бірақ айна енді орнында жоқ еді. Тек еденде дымқыл іздер жатыр. Іздер жертөлеге қарай кетіп барады. Арман жертөленің есігін ашады. Іштен сасық иіс шығады. Төмен түскен сайын әлгі Зузу дыбысы күшейе берді. Жертөленің түбінде ондаған ескі айна тұр екен. Барлығы матамен жабылған. Бір бұрышта бейтаспалар шашылып жатыр. Арман біреуін қосып көреді. Экранда Күлпәш жылап отыр. Егер біреу мұны көрсе, айналарға сенбеңдер. Ол адамдардың түрін көшіріп алады. Кенет видео үзіліп кетеді. Сосын экраннан Арманның өзі көрінеді. Бірақ ол камера алдында емес еді. Арман жоғарыға жүгіріп шығады. Бірақ үйден шығар есік жоқ. Терезелердің бәрі шегеленіп тасталған.
Сол кезде екінші қабаттан аяқ дыбысы естіледі. Арман баспалдақпен көтерілгенде өз бөлмесін көреді. Дәл өзінің үйі, өзінің төсегі, өзінің суреттері. Ал терезенің алдында Арманның көшірмесі тұр еді. Ол баяу бұрылып, сен кешіктің, енді сен осында қаласың деді. Күлпәш шындықты айтады. Көп жыл бұрын ол ескі айнаны базардан сатып алған. Содан кейін түн сайын айнадан басқа әлем көріне бастаған. Бір күні айна ішіндегі нәрсе шығып кеткен. Ол адамдардың бейнесін ұрлап, олардың орнына көшірме қалдыратын болған. Күлпәш оны тоқтатпақ болды, бірақ кешеді. Содан бері ол үйден кетпеген. Өйткені сыртқа шықса, әлгі нәрсе түгел ауылға тарайды. Мен оны қамап отырмын, дейді Күлпәш жылап. Сол кезде айналардың бәрі бірдей сынып кетеді. Үй іші қараңғыланып кетеді. Сынған айналардың арасынан адамға ұқсас қара силуэттер шыға бастайды. Олардың көздері жоқ, тек күліп тұр. Зу-зу дыбысы барлық жерден естілді. Арман қашуға тырысады, бірақ есік алдында өзінің көшірмесі тұр. Енді сен де бізбен қаласың. Таң ата ауыл адамдары Күлпәштің үйіне келеді. Үй бос, тек ескі камера жатыр. Камераның ішінде соңғы видео сақталған. Экранда Арман тұр, бірақ оның көзі аппақ еді. Сосын камераға жақында баяу сыбырлайды. Келесі кезек сендердікі. Видео аяқталған соң экранда әлгі дыбыс тағы естіледі. Зу-зу. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет. Айнаға қарамандар. Айна сендерді көшіріп алады. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контенттің дамуына қолдау көрсетіңіз. Егер сіз білетін қорқынышты оқиғалар болса, пікірге жазып кетіңіз. Сондай-ақ, өзіңізді хоррор форматта көргіңіз келсе, маған жазыңыз.